Кәнекей қыздарым, Абай жолын оқуды ары қарай жалғастырайық. Қай жерге келген едік? Абай мен әкесі сапарда еді ғой. Аймандай аттың жүрісін шағып қояды. Шынымен алғашқы күні жүрісте Абайдың іші бауыры солқылдап, етегін де қымтай алмай икемі кетіп отырды. Іштен етпейді, аздан соң етің қатып үйреніп аласың, етегіңді қымтап отыр, деді Қарабас ақыл айтып қояды. Абайдың еркіне салса, асықпай жол жорғамен жүрер еді. Бірақ елге жету үшін бірнеше күнді санап ап, сол мөлшерде жетем деп тартқан Құнанбай жүріс шамасын өзгеге билететін емес. Жолды жолсыз жердің барлығында суыққа қарсы қасқарып ап, топты бастап келе жатқан себебі де сол. Әншейінде аямайтын атшылар да, шабармандарды да алдына салмайды. Жол бойындағы Шұбартау, Абыралы, Дегелең, сонан соң Шыңғыстың батыс жақ сіліміндегі Тобықтының шеті болсын, баршалық Қоналқаға түскен ауылдары Құнанбайды қажыдан келе жатқандай қарсы алады. Шұбартау, Абыралы ішінде 4-5 жерде осындай ауылдар Құнанбайды аттандырар кезде оңашырақ шығарып ап, жүрістен бөгеп, жасырын сөйлесіп те қалады. Және сондай ауылдың барлығынан жетек аттар, ту биелері қосып алады. Осындай олжадан түскен 2 қара жорға, 1 қызыл ат, тағы 3 торы ат қазірде Қарабас сияқты атшылардың жетегіне ілесіп жүретін болды. Абай бұл жетектерге таңғалса да, алғашқы күндері көңіл бөліп, мән жөнін ескерген жоқ. Бірақ ілгері жүріп, Тобықтыға қарай басқан сайын осы жетек молая берді. Әрі-беріден соң қосарына жетек ат алмаған жүргінші бірен-саран ақ боп қалды. Тобықты шетіне ілінер кезде осы жылқылардың саны 15-ке жетіп, енді жетек емес, топталып жеке айдалып отыратын болды. 7-ші күні Құнанбайлар Төлепберді мен Қамысбай Бурахан үшеуін қуып жетті. Абай олардың неге бұрын кеткенін білген жоқты. Алдағы бір сар жотадан қалың жылқы айдап бара жатқан топты көргенде Майбасар: «Әне, анау сол біздің жігіттер болар» деген. Айтқандай сол жаңағы 3 жігіт Құнанбайдың мал айдатқан адамдар екен. Олардың алдында 100 қаралы жылқы бар. Өңшең бір төңкерілген доға, жал ту бие мен ылғи іріндей ірікті аттар екен. Қарабас айдап келе жатқан 15 атта осыған қосылды. Құнанбай жылқы ортасына кеп, айдаушылармен сараң амандасты да, азын аулақ бөгеліп тұрып қалған еді. Абай қатты бір күдік ойлап, Қарабастың қасына келіп сұрастыра бастады. «Бұл не қылған жылқы? Кімнің жылқысы өзі?» Олжа әкеңнің олжасы емес пе?» «Олжа не? Кімнен алынған?» «Өй, тәйірі баламысың? Әкеңнің қол астына қараған халық аз ба? Қарқаралыда күні-түні басып жатқан қара нөпір елгәні. Сондағы еңбек үшін ақалмай ма? Теккі істей ме?» деді. Абай бұдан әрі сұраған жоқ. Бірақ барлық өзгеше жайды ұғынып, өз-өзінен қысылды да, қып-қызыл боп кетті. Дәл қасында жүргенмен, мынау әкенің, мынау барлық үлкеннің қиын сырын сезбеген екен. Шөже есіне түсті. Ортасын дарияның қарға шоқыр деп еді. Шөже Құнанбайдан алыс шалғай жүргенмен бар сырды біледі. Білгендіктен соны айтқан екен ғой. Не деген ят деп Абай көңілі әсіресе шөжеден ұялғандай болды. Жүргіншілер тағы да соқтырып жүріп кетті. Абай желіп келеді. Бүгін бұлар Қарашоқыдағы Күнкенің ауылына да жетпек. Туған туысқан баршасын осы кеште көреді. Бірақ көптен асықтырған сағыныштың өзі де Абайдың жанағы ауыр сезімін айықтыра алмады. Ойлап, бойлай берген сайын тағы талай құнсыз істер тапты. Алшынбай ауылына жіберілген 50 қарада осы шоғырдың бір бөлігі. Қалың мал, Абайға беретін келіннің қалың малы да бұлдырдан. Абай өз үшін де, Ділдә үшін де наразы болып кетті. Наразы ғана емес, ашулы еді. Парақорлық, кітап айтатын күнәнің үлкені. Парақорлық бұрынғы Кеңгірбай сияқты атақты бидің де сүйегіне басылған таңба еді. Өшпес міні, кешпес сұмдығы сол болатын. Ол әсіресе қысылған жандардан, жазықсыз жұрттан түсетін жем. Осы күні кешке Қарашоқыға жеткенмен,
Абай әке қасында Күнкенің ауылында қалған жоқ. Қасына Жұмағұлды ертіп ап, Жидебайға қарай асыға жөнеліп, жол бойы ылғи шауып жортып отырды. Бой ұзарып іріліп қалған беті тотыққан бала жігіт сәлем беріп кіріп келді. Жидебайдағы үлкен үйдің іші қатты қуанып, шу етіп, «Абай, Абайжан, қарағым, қоңыр қозым, Абайжан» деп дабырлай сөйлеп, ерекше шат боп қалысты. Үй іші тегіс аман сау, әжесі мен шешесі күйлі, екеуі Абайды кезек-кезек сүйіп жатыр. Оспан да ұйықтамапты. Айқайлап қуанып кетіп, секіріп түсті. Өзін-өзі санға шапалақтап ойнақтап жүр. «Әкел базарлығыңды, әкел, тәттің қане, берсеңші шапшаң» деп Абайды шешелерімен де, Ғабитхан Тәкежандармен де амандастырмай асықтырып жатыр. Қойнын тінтіп, қалталарына қол жүгіртіп, қайта-қайта «Әкел, бол енді» деп дегбірсіздендіріп қояды. Осыдан 3-4 күн өткенде шейін Абай үйде болды. Еш қайда қыдырған жоқ. Әсіресе әке қасына барған жоқ. Қарашоқыда қалың жиын бар екен. Күнкенің ауылын қонақ басып жатыр екен. Мырзаға сәлем бере амандаса барған ел ұшан теңіз екен дескен хабарлар Жидебайға күн сайын келіп жатты. Бұл ауылдан Құнанбай қасына кеткен Тәкежан ғана болатын. Ол Абай келген күннің ертеңінде Жұмағұлдан олжа жылқылардың жайын естіп, ылғи сәйгүлік аттар дейді, бар жақсысын тағы да Құдайберді таңдап, меншіктеп қояды деп, Күнкеден туған ағасы Құдайбердіден жақсы аттарды қызғанып, таңдаулысын алам, алып келем, осы жолма көрер ақпын деп асыға жөнеліп еді. Сол кеткеннен әлі қайтқан жоқ. Абай бұл күндері екі шешесі мен Ғабитханға Қарқаралыда көргендерін сезген көп әңгіме қып айтып жүрді. Кейде мұның әңгімесін Тоқал шешесі де сұлу Айғыз кеп тыңдайды. Абай Жидебайға келетін күні осы жайды ойлап ап, жанындағы Жұмағұлға да бұл ауылға айтпай-ақ тұра тұр деп тапсырған. Осымен 4-5 күн өткен шамада бөжей де келіпті деген хабар жетті.